Дәл енді қазіргі таңда көрерменнің көзайымына айналып жүрген, елдің сүйіктісіне айналып жүрген бір жылдың ішінде бүкіл республикаға бірнеше жоба сыйлай алатын тамаша таланттың иелері бар. Кеше ғана Таразда өткен жайдарман сайыстарында 1 миллион теңге ақшалай жүлде қорын ұтып алыпты. Жүрген жерлері миллион ол жігіттердің. Қазіргі таңда брендке айналған, трендтен түспейтін елдің сүйікті ұлдары сахна төрінде миллион командасы! YouTube арқылы ақша тапқың келе ма? Видео түсір, жүкте, ақша тап. Контент сенен, табыс YouTube'дан. Толық ақпаратмен кеңестер үшін Telegram арнамызға жазыл. Бүгін баста YouTube арқылы еркін өмірге қадам бас. Ассалаумағалейкум, шүкір! Тамаша, амандық бізден, саулық сіздерден болсын. Бүгінгі күлкі күні құтты болсын! Жаңа Асқар Көмекбаев ағамды байқадыңдар ма? Не деген талантты жігіт, я? Не деген? Пойыздың дауысын қалай салады? Ой, қойш, қай жер талант он? Пародия деген ең оңай нәрсе ғой. Өлі? Қой. Сен саласың ба? Мен де салды. Пойыздың дауысын сал. Пойыз? Пожалуйста. Ал, давай. Салсай? Өшіп тұрған пойыз ғой мен. Енді оталдырады ғой. Иә? Енді былай қараңыздаршы, не деген көрермендер қараңыздаршы, ана жерге дейін кішкентай балаға дейін үлкендерге дейін бар екендеріңіз білдіріп қойыңыздаршы, қымбатты көрермендер. Міне, енді біздің осы ынтымақ бірлігіміз жарастырып үлгі болған біздің Уәлибек Әбдірайым көкеміздің осы бәріміздің басымызды қосты. Қаншама көрермен сол кісілерге сеніп әдемі кеш болады деп келіп Симай атыр дейді ғой, Симай. Симай далада қанша оқап кетті. Мықты. Бұл енді біздің Шаншар театрының Уәлибек көкелеріміздің абыройы деп білемін мен. Ой, қаяқтың абыройы. Тегін болған екен, бәрі шұбырып келді. Вообще жаман ятсыз болып кетті. Жоқ, ақша болса көбісі келмейді, білем ғой. Ана баланы қарашсын. Қайсы? Ақша шойген тұр айтып тұрғанан. Қаяқтан білесің ал? Мен класстасым ғой, танимын ғой. Ош? Вообще мына қайсы мына кісі вообще жақын жерде тұратын болған екен, келе саған ана жерде. Қаяқтан білдің? Қарсы шүлік міне отыр ғой. Сен қатты Ондай нәрселерді айта бермес, сен соңғы кезде артық кетіп жүрсің, Мансар. Қатты айтып жүрмін. Кеше байқадыңдар ма? Кеше Таразда да. Таразда да. Жоқ, Таразда біз КВН ойнадық, сендерді менсінбедің бар ғой. Қазір де менсініп тұрған жоқпын сендер. Өлі мұна. Маған анау Таразда кеше КВН ойнадық та, Тараз ұнамады маған. Ескі қала екен, не анау? Кішкентай ғой, үйлері. Мансар, ол кесенелер ғой. Кесене ме ол? Кесенелер ғой. Ой, тіл тигізбе, ол әулиелі жер Тараз деген. Иә, бір әулиелігі соншалық әр кесенеге кіріп шыққан келіншектер көтеріп шығады екен. Сол кесененің ішінде мен отырамын ғой. Өлі. Мансар? Сен сонда кесененің ішіне не істейсің? Витамин жеп отырасың. Витамин ішіне не істейсің сонда? Шырақшымын, қойшы мақсат шеп адамды еп кетесің. Негізі Шаншар театры қазір 30 жылдан асты ғой. Бармағы бірігіп, инесі ілігіп, қазаққа қандай күлкі сыйлап, талантты ұлдарды топқа қосып жатыр да. Жеттер негізше менше осының сырын еш түсіне алмадым менше. Қанша театрлар шығып жатыр да, бәрі өшіп қалады. Жоқ болып кетеді. Бұлай екен ғой, Мансар. Қандай? Оқытылады екен бұл кісілер. Мынау Уәлибек көкем ананың бәрін қолынан жетектеп, Забадамда бір татар кемпір бар екен. Качественный суреттерінің бәрін алып, сүйерге оқытады екен, содан кейін мықты екен ғой бұлар. Ана өткенде Шаншардан кім шығып кетті ғой, Дәурен тәтеміз. Иә, жыны келіп, кәдімгі өткенде сурет байқап қалдым, ине тығылған суреттерін андай. Сондай деп. Тоқташы. Байқадым ғой өткенде мен. Тоқташы, сен тәуіп кемпірдің алдынан неғып жүрсің сен? Сен не үшін? Неғып жүрсің сен уақытта? Бізде көтерлік те барды да мақсат. Қош Тамаша, ендеше күлуге дайын отырыңыздар. Миллион командасы келді! Құрметті көрермендер, мереке тағы да құтты болсын. Сіздерге алғашқы әзіліміз. Сонымен көреміз, тойда барлығымыз білеміз, асабалар басқарады. Тойда әртүрлі асабалар болады. Сонымен көреміз, өте қатал асаба.
ассалаумағалейкум, сәлемдестім. Болашағымыз жинап отырайық. Той құтты болсын ағай. Сонымен жалғастырамыз. Той тақырыбынан ауытқымаймыз. Барлығымыз тойға барамыз. Тойда дәл осындай тілек айтатын кісілер ғой. Ал, не дейміз мынау? Бақытты болыңдар. Ерболат, Арай, дендерің сау болсын. Балашығаннан әкеледі. Ат тастап ем ғой. Дендерің сау болсын. Біздің енді көп сөйлегеніміз ұятты. Біздің көшімізді бастап келген үлкен, осы жерде қажы, әулетіміздің үлкені құда сөйлесін енді, құда сөйлесін. Ал, не дейміз? Нау, 2 жас бақытты болсын. Осылардың арқасынан жүре берейік. Қойсаңдар жай. Сонымен жалғастырамыз. Соғыста болған жағдай. Мәсіш. Ей, шешің не сенің? Шық, алға шық. Шеше дедім міне. Неме қоттап тұрсың сен? Аузынан байқамай шығып кетті. Аузыңа қарап соғыс, інім айналайын. Ол айбеттіңіздеші ме? Естің ба? Ашулан шеше деп қаппын мен. Қанша адам соғысып жатыр нерде? Болды. Жас үлкен адамдар соғысып жатыр. Боқтап тұрған несі бұл? Жөндеп соғысыңдар, ұят болады. Ләм демей соғысып жатыр қой біз. Үлгамайсыңдар ма бізден? Ұят болады, боқтап соғыспаңдар. Боқтайсыңдар ма, соғыспай қойыңдар вообще. Не қыл дейді олар? Ой, шеше деп аузынан отап тұр. Айуан. Мәсіш. Байқамай Сонымен жалғастырамыз. Қазіргі жастар үйленген кезде махыр сұрау деген сәнге айналды. Сонымен некесін қиып тұрған 2 жас. Ал мынау енді жастар, некенің келесі шарты бол махыр деп аталады. Мына келінжан, махырге не сұрайсыз ер азаматыңыздан? Мен махырге Lexus 570 автокөлігін сұраймын. Ай, тамаша. Белый жемчуг, жандай күшті. Қызыл салонда, е? Иә, күшті. Тамаша. Налогы 650 мың теңге. 700 мың деңіз. Жігіт әпер аласыз ба? 570. Жоқ, қаяқтың 570, жағдай жоқ. Жағдай жоқ деп тұр, кел, не дейсіз? Ну ладно, хотя бы бір 70 алып беріңізші, 70. Toyota 70. Toyota 70, иә. Toyota 70 дейді. Ола ма? Жоқ, онда ақша жоқ. Беремейм. Оған негізі мына ер азаматтың да жағдайына қарау керек, кел. Аузым бар деп сұрай бермеңдер. Ну, хотя бы кобальт алып берсін енді. Кобальт шамаң бар ма кобальтке? Маған кредит шықпайды. Сәл жағдайыңды дұрыстап үйленбейсің ба сенде? Әйтеуір үйлене самай. Біз битекші. Арчаға бар сөйлес. Не әпер аласың? Басқа, ну хотя бы құрт алып берсінші. Құрт әпер аласың ба? 2 құрт. Біреу маған да. Сөйлесіп алайықшы, сөйлесіп алайық. Жүрші, не? Мына қадырлағай, қазір енді өсіп кететін болған көп жастарымыз ақылдастыңыздар ма? Иә. Әперетін болдыңыз ба? Чипси ма, құрт па? 570. Мәлі. Lexus. Жалғастырамыз. Барлығымыз қоғамдық көлікке мінеміз. Қоғамдық көлікте болған жағдай. Болды, жылай бермеші, жылай бермеші. Болды, ана көкені көрдің ба? Көкені көрдің ба? Қазір мақ деп ұрат сен қазір. Өлі, денің сау ма ағасы, не істеп атсыз? Өзің ұрат деген. Жынсыз ба? Өзің ұрдығын кейін ұрдың? Орта сөйісті ұра саласыз ба? Иә? Балам, басын майыстыр жіберді. Жәме, орта сөйісті ұрат? Өзің ғой? Тентек па бірдеңе оны? Өзі ұрды еді ұрдың атырып қой. Көке ұрат дедің ғой. Болды, жан, болды. Мен айтқан істей береді адамы сондай. Болды, жан, болды, жылай берме. Ана көкені көрдің ба? 5 мың теңге береді. Я құрып кетті, қаяқтың 5 мың теңгесі, мен аштай. Сонымен жалғастырамыз. Барлығымыз үйге қонақ келетін кезде есік алды жинап үйлерді әктеп дайындаламыз. Сонымен құдаларын күтіп атқан отбасы. Қазір құдалар келсе ұят болады. Мына мусордың бәрін анау қаланың шетіне шығарып тастаңдар үйдің сыртына. Қаланың сыртына шығарып жүреміз ба? Маманы палатканың астына тықасылайық та ешкім көрмейді ғой. Ұят болады ғой, өйтпесеңдерші. Енді жыда құдаңыз кеп мына палатканы аш деп көрмейді шығар енді, мама. Қызғамайсыңдар ғой, өз адам тыңы. Құдалар, не істейсің ал? Құдалар келе. Ой, бір өзі кепті. Өшірі, музыканы өшір. Аш ана палаткын. Аш. Айттым ғой саған. Не ана мусор? Шығар қызды. Қызды шығар. Сонымен жалғастырамыз.
Сонымен құрметті көрермендер, барлығымыз ауылда той болады. Сол той болған кезде, тойдың біткеннен кейін дәл осындай апаларымыз өсек айтып жататын бір бөлме болатын. Өлә. Жаңа байқадыңдар ма? Ана дастархан не деп жайған, өлә, позор. Байқадым. Байқадым. Қазылары DVD-дің дискісінен жұқа құдай білет бар ғой. Ойба. Ұялып өлгенім ай. Өлә, соны айтсайшы. Нандары қатып қалған ғой. Үйтіп істегенше той істемей ақ қой, дұрыс па, Емош? Соны айтамын, ондай тойды любой адам істейді ғой. Ой, Жамал. Ондай тойды любой адам істейді деймін, той істемей ақ қойсын. Негізі бұныңше кім? Бірінші әйел жақсы еді ғой. Екіншісін алып оңбай қалды ғой, бұл сорлы. Біріншісінің қолы күледі, дастархан жайнатып жібереді. Ол ажыратқан жоқ қой әлі? Ай, мына екіншісі қаратып алды ғой, жаңа татар кемпірге барады екен ғой, ол да. Үйтіп жүріп, суына бірдеңе қосып берген дей ма, бас айналып содан шығамай жүр ғой бұл. Қайдамай? Ажырасқан жоқ ей. Ажырасып кетті бірінші әйел. Ажырасқан жоқ деймін. Емош ажырасып кетті. Ажырасқан жоқ қой, білеміз ғой. Ол екеуі же ажырасып кетті. Сен қаяқтан білесің? Мен солардың баласымын ғой, ажырасып кетті. Сонымен жалғастырамыз. Ауылдан қалаға келген ағамыз байқамай қыздардың әжетханасына кіріп кетіпті. Мен қызбын. Ойбек кешіресіз. Өлә шапса есті. Оңбаған, ятсыз. Қазіргі жастарда ят жоқ бар ғой. Кіріп кете саған. Кім оңбаған? Кім оңбаған? Сен оңбаған. Байқамай кіріп кеттік, аузың жауып отыр. Байқасаң көзіңе қара. Жап есікті. Вообще жастарда қазір дітті кетші, үлкен сыйлау деген құрмет деудің. Дікілдеп атқан жоқпын. Байқамай кіріп кеттім. Байқамаса көзіңе қара. Не деп қарайым, ішінде отсың ғой сен. Есікті іліп алуым керек еді. Сен сияқтылар кіріп кететінін білген жоқ. Мен ма дегенге мұздай, ж дегенге жылы деп кіріп кеттім мына жақта. Көзіңізге қара. Мен мәдениетті адаммын, мен де қарасай костюм шалбармен жүрмін ғой. Адам байқамай кіріп кетеді, кез келген адам. Аузың жауып отыр. Жапсаң, жап оңбаған. Өзің жап. Түсіндің ба? Болды. Еркек адам сыйламайсың ба? Болды, кешіріңізші аға. Есік Аға деме. Есік жабыңызшы. Қарама! Қарап атқан жоқ мен. Жап, есік. Әшейін қағаз бар ма көріп атырмын. Видашта берме, әдей аштым да мен саған. Болды, жабыңызшы есік. Көп сөйлеме. Болды аға. Есік жабыңызшы. Жабам. Мен жабам, кім қолтарт. Мен жабам, сен тыныш отыр, түсінің ба? Мен ондай лишний әңгіме көтере алмаймын. Болды аға. Мен әдейі кірген жоқпын. Болды, кешіріңізші. Мен ауылдан келген адаммын. Түсіндім аға. Продукт алып қайтам қазір, кім? Кешіріңізші. Мен әдейі айтсам аш, есік ашық тұрса. Бопты аға. Сен ішінде кім біле ішіне іліп алмайсың ба сен? Мен де білмей тұрмын осы қалай ілінетінін. Қолыңмен ұстап отыр. Есікті. Аға кетіңізші. Кетем, сен тыныш отыр. Мақұл. Мен кетем, артынан жыбырлап бір нәрсе айтатын Болды бол. аға. Осылай сүйреп шығам, түсіндің ба? Болды, кетіңізші. Тыныш отырасың ба, тыныш кетсем? Иә, кетіңіз. Тыныш отыр. Болды. Мен тыныш кетем. Кетіңіз. Түсіндің ба? Давай. Мен сен бір жерде көргем, мен Көңіл келеріңіз қалай Шымкент! Тамаша, үлкен рахмет бәріңізге. Бүгінгі күлкі күні құтты болсын, езулеріңізден күлкі кетпесін. Арнайы сіздер секілді қадірлі көрермендердің құрметіне қазағымыздың әдемі қалжың әні Құдашағыз деген әдемі әнді орындап берейік. Қабыл алыңыздар, қол соғып, қошемет жасап қойыңыздар. Береке құтты болсын. Тамаша! Көрген
саламатсыздар ма? Кездесіп жүрдік бір талай, айтылмай жүрген сырлар-ай. Күн батса үйден шықпайм деп, клубта жүрсің бұл қалай. Күн батса үйден шықпайм деп, клубта жүрсің бұл қалай. Құдашамыз болады біздің қашан тамашамыз. Al gelin. Oh! Құдашамыз болады біздің қашан тамашамыз. Болады біздің қашан тамашамыз. Көп рахмет.